Ет қосылған бәліш дайындаймыз. Ол үшін бізге айран, жұмыртқа, тұз, ас содасы, ерітілген сары май және де ұн қажет. Барлығын жақсылап араластырып, қамырымызды июге жарты сағатқа қалдырамыз. Салмасына етті майдалап турап, оны суы тартылғанша жақсылап қуырып аламыз. Салмасына қуырылған ет, пияз, картоп және асқабақты алдым. Июі қанған қамырымызды екіге бөліп, оны видеода көрсетілгендей жайып шығамыз. Салмамызды қамырға салып, үстінен сары май қойып шығамыз. Екінші қамырымызбен бәлішіміздің бетіне жауып шығамыз. Бәлішіміздің бетіне жұмыртқа жағып, үстінен күнжіт сеуіп шығамыз. Дайын болған бәлішімізді 150 градуста 1 сағатта пеште пісіріп аламыз. Біздің ет қосылған бәлішіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Арайлым.